Биыл ұлы жеңіске 79 жыл. Қан майданда отан үшін соғысып, еліміздің болашағы үшін күрескен батырларымыздың ерен ерлігін қазіргі ұрпақ ұмытпауы тиіс. Осы мақсатта бүгін оқушыларға арнайы мерекелік кеш ұйымдастырылды. Тек бұл емес, отан қорғаушыларды бүгінгі мерекемен кітапхана қызметкерлері де құттықтады. Мерекелік кештерден тілші жалғайды. Ізгілік, құрмет, тағзым. Бұл біздің көшедегі жеңіс жолында майдан кешіп, азаттық үшін ерлік көрсеткен батыр бабаларымызға ықыласымыз. Бас қосуда аға буын өкілдері зұлмат соғыста жан беріп, жан алысқан есіл ерлердің ерлігін оқушыларға айтып, жас ұрпаққа насихаттады. Сондай-ақ іс-шара барысында халық қаһармандары Сағадат Нұрмағамбетов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия Молдағұловалардың батырлығы жайлы оқушыларға арнайы видеороликтер көрсетілді. Биыл ұлы жеңістің 79 жылдығына орай тұспа-тұс келіп тұрған қаһарман батырларымыз Сағадат Нұрмағамбетов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына орай тарихи баспалдақ ұйымдастырып отырмыз. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты жасөспірімдерге ерлік туралы, батырлық туралы аңыздар арқылы, көрсеткен ерліктер арқылы жастарды тәрбиелеу. Кітапханашылар ұранды ердің ұрпағы қайсар атты кездесу кешін ұйымдастырып, еліміздің тыныштығын күзетіп жүрген ерлерді арнайы шақырған. Іс-шарада арулар сарбаздар әнін орындаса, кездесуге құр келмеген 85-365 әскери бөлімі оркестрлік шығармадан шашу етті. Сондай-ақ мерекелік кешке қазірде әскери отставкадағы азаматтар, полиция қызметкерлері, әскерилер қатысты. Ержүректілік, отансүйгіштік, ерлік көрсеткен батырларымыздың бойындағы ерліктерін дәріптеу мақсатында осы іс-шара ұйымдастырылып отырған болатын. Кітапханашы қызметкерлері арнайы хор дайындап. Осылайша кітапхана арулары егеменді еліміздің отын сөндірмей, қорғанысқа бекем болған Қазақстан азаматтарын құттықтады. Ардақ Сапиболла, Гүлзат Сейдоллақызы, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.